Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Кешегі шығарылымда мен қазақстандық бірқатар профилердің елде өз кездесулерін өткізетіндігін айтып өткен болатынмын, және ол боксшылар 16 желтоқсанда Астанада өтетін бокс кешінде өнер көрсетеді деп болжаған едім. Материал шыққаны сол екен, жан-жақтан жаңалықтар бұрқырап жетті. Оған сәйкес желтоқсан айында 3 бірдей бокс кеші өтетін секілді. Қазір мен бәрін жік-жік деп айтатын боламын. Бірінші болып Жанқош Тұраров жақын жаңалықты жарық дегізді. Оның инстаграмда жариялаған постына қарасам, бұл боксшы 11 желтоқсан күні Алматыда бокс кешінде жұдырықтаса деген, қарсыласы да белгілі. Және бұл Жо деген лақабаты бар шебер үшін элиминаторлық сын болады. Жарияланған посттың мәтіні мынадай. DAZN Boxing және Movida Media промоутерлік компаниясы тарихымызда тұңғыш рет Қазақстаннан тікелей эфир жүргізеді. Ол әлемнің 200 еліне тікелей хабар таратады. Бұған менің IBO Intercontinental белбеуішін әлемнің топ 65-те тұрған боксшысы испаниялық Энрике Луиске қарсы титулдық жекпе-жегім себеп болмақ. Бұл кездесу IBO әлемдік чемпиондық белбеуішін жекпе-жек алдындағы соңғы межеаралық кездесуін. Жекпе-жек 11 желтоқсанда оңтүстік астанамыздағы ең үлкен алаң Алматы аренада өтеді. Сондай-ақ бүгін Movida Media парақшасында жұлдызды қазақстандық карт жарияланады. Жіберіп алмаңыздар. Алла тағаланың қалауымен 25 жекпе-жекте бірде-бір жеңіліс өтіп, туған елімнің туын шынайы мақтанышпен желбіретіп келемін. Осы жекпе-жек арқылы сіздерді келе жатқан тәуелсіздік күнімен, біздің жаңа Қазақстан мерекесімен құттықтауға уәде беремін, достар. Әрқашан маған көрсететін баға жетпес қолдауларың үшін рахмет деп жазды Жанқош. Ал енді саралап көрейік. Қарсылас испаниялық Энрике Луис. Ол IBO рейтингінде 65-ші орында тұр. Осы жекпе-жекте Жанқош еншісіндегі IBO Intercontinental белбеуін қорғайтын болып тұр. Осы кездесуді жеңіп алсам, ары қарай IBO чемпиондық белбеуіне таласамын дейді. Супер жеңіл салмақта чемпион мексикалық Алехандро Менезес. Демек келесін осы боксшыға қарсы деген сөз. IBO әлемдегі ең үздік 4 ұйымның қатарында жоқ. Бұл ұйым бойынша Қазақстаннан әлем чемпионы бар, ол Данияр Елеусінов. Көп мойындала бермейтін ұйым болғанына қарамастан, мұндағы чемпиондар қатарында Геннадий Головкин мен Александр Усик бар. Енді ең басты, бұл кешті DAZN платформасы көрсетеді. Шынымен, мұндай біздің елде бірінші рет ұйымдастырылады. Бұған дейін әлемге танымал алпауыт платформа Өзбекстандағы кештерді көрсеткен еді. Енді Қазақстанға жетіп отыр. Тағы бір айтар нәрсе, елімізде кешті ұйымдастыратын кім? Ол Movida Media компаниясы. Бұрын соңды профи бокс нарығында олардың есімдері аталмаған. Бұл заңдылық. Movida көбінесе қазақстандық блогерлерді танымалдандыратын компания. Бірінші рет боксқа бас сұғып отыр. Елімізде қазіргі сәтте көп табыс табатындар да блогерлер ғой. Демек қазақстандық блогинг секторы жаңа белеске шықты деген сөз. Ал біздің Жанқош блогерлікті шетке сырып, боксқа ден қойыпты дегеніміз бекер екен. Осы саладағы достармен бірге жасалынып отырған шара болып шықты. Негізі жаман емес. Осы ретте Жанқош сүйікті спорты мен сүйікті іс арасында алтын ортаны тапқандығы көңіл қуантады. Ал енді Садриддин Ахмедовке қатысты тың ақпарат. Біріншіден Ахмедов канадалық Eye of the Tiger Management компаниясынан ешқайда кетпепті. Әлде солармен жұмыс жалғастырады. Ал осы компанияның басшыларының бірі Камил Эстефан кеше қазақ сарбазы Қазақстанда 17 желтоқсан күні кездесу өткізетіндігін жариялады. Мұнда қай қалада өтетіндігі айтылмады. Біз Садриддинді 16 желтоқсан күні Астанада бокстасады деп жүрміз ғой. Сонда не, бұл кеш 16 емес, 17-сі болады ма? Әлде Эстефан датаны шатастырды ма? 16 желтоқсан күні Астанадағы Барс аренада бокс кеші болатынын тағы бір профи боксшымыз Елшат Нығметұлы айтып отыр. Мына постына қарасақ кеште Нұрсұлтан Ағманжолов, Абылайхан Құсайынов және басқа да танымал боксшылар өнер көрсетеді екен. Кешті Нельсон Лопестің промоутерлік компаниясы Rhinal MGMT ұйымдастырады, ал оны ESPN арнасы әлемге көрсетпек. Елшаттың қарсыласы филиппиндік Ренс Розия болады, ал бәске WBC Intercontinental Silver белбеуі тігіледі. Кеше сондай-ақ Батыр Жүкенбаев та елде өтетін бокс кештерінің бірінде өнер көрсетуге шақырту алғанын айтқан едік. Егер ол бұған келісім берсе, Тұраров жекпе-жегінің андеркартында бақ сынайды ма? Әлде өзінің досы Абылайхан Құсайыновпен бірге Елшаттың кешінің көрігін қыздырады ма? Мүмкін канадалық компаниядағы командаласы Садриддинмен бір кеште шығатын болар. Әзірге біз 2 бокс кешінің өтерін анық білеміз. Ал Камил Эстефан айтқан 17 желтоқсан күнге кеш туралы еш ақпарат жоқ. Жақын күндері бұл туралы жаңалықтарда естіп қалармыз. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.